Халықтың ерке қызы Мақпал Жүнісова жаңа бейнебаян түсірді. Ән «Өмірді ғана аңсадым» деп аталады. Оның авторы Арман Дүйсенов, сөзін жазған Бекарыс Шойбеков, ал бейнеклиптің режиссері Валерий Задарновский. Мақпал ханымның көптен бері түсірген туындысы өте сапалы болып шыққан. Оның өнер жолындағы қызықты кадрлар жаңа бейнебаянда орын алған. Тың дүние ең алдымен әншінің қызы Мерейдің көңілінен шыққан. Бейнебаян түсіріліп, үйге алып келіп көрсеткен кезде қызым жылады кәдімгідей. Көзінен жас кетіп, құшақтап мені, мама қандай әдемі түсірілген, қандай әдемі жұмыс, осы тек қана Задарновскиймен жұмыс жасаңызшы деп маған қызым сондай бір өтініш білдіріп жатыр. Мұнымен Мақпал ханымның жаңалығы бітпек емес. Сондай-ақ әнші жаңа ән жинақты да шығарып үлгеріпті. Домбырамен жеке альбом шықты. Ән домбыра деген, содан кейін эстрадалық альбом шықты. Оның бәрі енді біз барлығына презентация жасап үйренбеген адамбыз. Жастарға жарасып тұратын сияқты, біздерге енді еруекке келген адамға енді жараспайтын сияқты болып тұрады. Жоқ, Мақпал ханым, сізге бәрі де жарасады. Алдағы уақытта осындай айтулы оқиғаларыңыз болса, елмен бөлісуге асығыңыз. Айтпақшы, алдағы көктем айында Мақпал Жүнісова атының елге тарағанына 35 жыл толады. Соған орай жаңа әндерде жазылып қойыпты. 10 шақты ән жазылды менде. Өте көп әндерім, жаңа әндер. Оның біреуі де телеарналарға түсірілген жоқ. Оны мен дайындап отырмын. Өзім осы наурызда Алла қаласа жеке концертімді беремін. Мына өнердегі 35 жылдық менің творчеством 35 жыл болып қапты. Сіздерді де киелі сахнада өз әнімен тербеткеніне 35 жыл болды. Айтпақшы, Мақпал Жүнісованың жаңа бейнебаянын бүгіннен бастап gakko.kz сайтынан көре аласыз. Ал ертең біздің арнаның эфиріне жол тартады. Өздеріңіз тамашалап, бағаларыңызды бере аласыздар.